Президенттің Мәскеуден Қазан қаласына барғанын айтып отырмыз. Шерхан Жамбылының материалы. Арасын 800 шақырым жалғап, еліміздің номері 1-ші борты бейсенбінің кешінде түркі дүниесі үшін қастерлі болып есептелетінің Қазан қаласына келіп қонды. Ресейдің өңірі Татарстанның Қазақстан үшін орны бөлек, тілі мен діні ортақ елмен бүгінде тығыз экономикалық қарым-қатынас орнаған. Мәселен, былтыр екі жақта алыс-беріс 200 миллиард теңгені маңайлаған. Бұған әрине ел басшыларының жылы қарым-қатынасы сеп. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Рустам Минниханов 3 аптаның ішінде екінші мәрте бетпе-бет жүздесіп отыр. Ең алдымен қонақжайлылығыңызға рахметімді алғысымды айтқым келеді. Айтсам ұят, бірақ мен бүгін Қазан қаласында бірінші рет тұңғыш рет келіп отырмын. Дипломат ретінде, Біріккен Ұлттар ұйымының қызметшісі ретінде мен Африкада болдым, Еуропада болдым, тіпті Латын Америкаға барып, бірақ Қазанда болған жоқпын. Дегенмен мен бүгін бірінші рет келіп отырмын, өте ризамын. Президенттердің кездесулері жиі болғанмен талқылайтын мәселелер аз емес. Қазір екі елдің бірлескен жобалары көбейіп келеді. Енді сауда-саттықты $1 миллиард жеткізу межесі тұр. Сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном. Екі жақты ынтымақтастыққа негізделген маңызды жобаларымыз бар. Егер Қазақстан мен Татарстан басшылары саяси ерік жігер танытатын болса, бұл жобалардың жүзеге асырылатыны сөзсіз. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Қазақстан мен Ресей арасындағы достық байланыстар аясында сіздің еліңізбен ықпалдастықты нығайту мүмкіндігін жоғары бағалаймыз. Қазақстан Татарстан Республикасы үшін стратегиялық серіктес. Қазақстанның аймақтарымен көптеген келісім жасалған. Сіздің еліңізде табысты жұмыс істеп жатқан компанияларымызды көптеп мысалға келтіруге болады. Қазақ пен татар арасында қарым-қатынасты тарихи тіні үзілмеген достық деп бағалауға болады. Екі елдің рухани және саяси экономикалық байланыстары ежелден үзілмей келе жатыр. Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. Шын мәнінде, елдеріміз арасындағы байланыстардың тарихы терең. Тарихымыз ортақ. Бұл тақырыпта жазылған мақалалар мен кітаптарды қызыға оқимын. Оқыған сайын тарихи байланыстарымыздың соншалықты терең әрі сабақтасып жатқанына көз жеткіземін. Тіпті таң қаламын. Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты міндетті түрде дамыту керек деген пікіріңізді қолдаймын. Қазақстан бұған дайын. Мы должны, безусловно, развивать. Во всяком случае, Казахстан готов к этому. Татарстан Ресей Федерациясындағы экономикасы дамыған өлкелердің бірі. Бауырлас халықтар бүгінде сауда-саттықты жолға қойған. Қазақстан Қазанға қарай сармай, болат темірі, аккумуляторлар мен мұнай өнімдерін сатады. Ал татар кәсіпкерлері Қазақстан нарығында полимер, көлік дөңгелектері, химиялық тыңайтқыштарды саудалайды. Для нас было бы интересно ряд новых инвестиционных проектов. Қазақстан біздің компанияларды қатты қызықтырып отыр. Себебі осыған дейін бірлесіп ашқан жобалар тиімді жұмыс істеп жатыр. Бизнеске қолайлы жағдайы бар. Енді тікұшақ, кеме құрастыру, мұнай-газ инжинирингі, мотор құрастыру сынды салалардағы компанияларымыз қазақстандық әріптестермен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Екі елдің ағайынды қарым-қатынасы экономикалық байланысты нығайтуға үлкен сеп. Рустам Минниханов елдер арасындағы достық пен өзара түсіністікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қасым-Жомарт Тоқаевты Дуслик орденімен марапаттады. Қазандағы келелі кездесуден кейін мемлекет басшысы Татарстан өндірісінің әлеуетімен танысты. Бүгінде Татарстан жылына 35 миллион тоннадай мұнай өндіреді. Қара алтынды шикізат ретінде сатып қана қоймай, жартысынан көбін тереңнен өңдеп, түрлі өнім шығаруды мықтап жолға қойған. Президентке өңірдің ғана емес, тұтас Ресейдің мақтанышына баланатын Танека компаниясының жұмысы таныстырылды. Бұл өндіріс Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Ресей аумағындағы жаңадан соғылған бірінші мұнай өңдеу зауыты. Әлемдік алып Shell компаниясының өзі құрылысының қарқыны мен өнімнің сапасына таңданысын жасырмапты. Бүгінде татарлар қара алтынды тереңнен өңдеуді меңгерген. Бұл зауытта мұнайдан 25 түрлі өнім шығарылады. Мұнай өңдеу зауыты әлемдегі үздік ондықтың қатарына кіреді. Зауыттың жанармайы Еуро 6 стандартына сай. Қазақстан мұнай зауыттарының түртіп алар дүниесі аз емес.
На сегодняшний день объем переработки... Бүгінгі күнде кешен жылына 16 миллион тонна мұнай өңдейді. Ашық түсті мұнай өнімдерінің үлесі 85%. Бұл бізді заманауи әлемдік зауыттардың қатарына қосады. Сондай-ақ барынша экологиялық таза өндіріске ден қойып отырмыз. Көмірқышқыл газын ауаға жіберуді азайту үшін жаңа технологияларды енгіздік. Татарстан мұнай компаниясы Қарағанды облысында көлік дөңгелектерін шығаратын алып зауыт соғып жатыр. Инвестиция көлемі 125 миллиард теңге. Мыңнан астам жұмыс орны құрылады. Қазір біздің мамандар Татарстандағы кәсіпорында өндірістің қыр-сырын меңгеріп жүр. Қалдарыңыз қалай? Оқу қалай болып жатыр? Жақсы ма? Қанша уақыт? Бір жылдай уақыт болды, келіп оқып жатқанымызға. Білім жақсы ма? Білім жақсы. Бәрі жақсы. Онымен ұстап, дөңгелекті шығардық, көзбен көрдік. Енді бұйырса осы зауытта өзімізде осылай барлығы шығаруға дайынбыз. Мына жерде білім алып, аман-есен ауылға қайтып келіңіздер. Есть такая договоренность межправительственная. Мемлекетаралық келісімге сай жұмысшылардың барлығы жергілікті тұрғындар болады. Өзімізге қажетті мамандарды Татарстандағы зауыттарды оқытып, өндірістік тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Жалпы зауытта жылына 3,5 миллион шина өндіріледі. Осыдан кейін мемлекет басшысы КАМАЗ зауытына барды. Бұл марканың өнімдері көпшілікке жақсы таныс. ТМД аумағындағы әрбір үшінші жүк көлігі КАМАЗ. Қазіргі ауыр техникалар бұрынғыларынан әлде қайда көш ілгері. КАМАЗ Қостанайда зауыт соғып жатыр. Қазақстанда көліктің бөлшектері құрастырылады. Тағы бір топ қазақстандық жұмысшылар Татар жерінде тәжірибе жинап жүр. Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Жақсы мамандар болыңыздар. Сондай-ақ мемлекет басшысы Татарстан өндірісінің бүгінгі әлеуетін бағалады. Арнайы көрме ұйымдастырылып, президентке жергілікті машина, тікұшақ, мұнай саласының өнімдері көрсетілді. Анау қырда татар тұр, басқалармен қатар тұр деп 20 ғасырдың басында Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ халқына бауырлас елдің экономикасы мен әлем ғылымын үлгі етіп көрсеткен еді. Бүгінгі татар елінің өндірісі мен күнкөрісінен үйренеріміз әлі де бар көрінеді. Шерхан Жамбылұлы, Мақсат Астембек, Қуаныш Ғалымұлы, Президент телерадио кешенінің көмегімен Апта.